қандай шығармамен танысып жатырмыз? Біраз дүниелері жалған дүние. Смағұл Елубай жазушының «Жалған дүние» деген романын үзінді мен танысып жатырмыз, солай ма? Ендеше біз бұл романдағы кейіпкерлерді жіті таныдық, солай ғой? Ендеше қазір орнымыздан тұрып, осы «Жалған дүние» романындағы кейіпкерлердің бойындағы тек жағымды ғана қасиеттерді атай қояды. Қандай кейіпкерден қандай жағымды қасиетті байқадық? Қандай? Хансұлудың батырлығы дейді. Алтынжан төзімді болды. Едіге ұлт жанашыры болды. Отаншылдық болды дейді. Батырлығы кімнің? Батылдық. Кімде? Хансұлуда батылдық болды дейді. Маусымданың сабырлылығы, шыншыл Хансұлу сонымен қатар ержүрек болған екен, жақсы. Тағы бар ма? Өжет болды. Хансұлудың қызы кім деп болды? Қызы? Бөпенай мен Үміт болды. Қандай болды олар Хансұлуға? Жағдайын жасады ма? Ауырып қалғанда жасады. Ендеше қандай? Жанашыр, мейірімділік, анаға деген махаббат. Міне осының барлығын біз жақсы қасиеттерді бойымызға жинай отырып, бір-бірімізге тілегіміз. Қане сабақты бастайық. Отырамыз. Жақсы балалар, неге? Не беремеді? Кейіпкерге хат жазып беру, солай ма? Кейіпкер деп біз оны авторды да қосуға болады дедік. Авторды неге кейіпкер ретінде қосқанымыз? Себебі Едіге мен өзін тікелей байланыстырған осы романда өзін Смағұл Елубай Едіге ретінде санаған. Дұрыс, Едіге ретінде Смағұл Елубайдың өзі мен деген, солай ма? Жақсы. Ендеше біз авторға да хат жазуға болады дедік. Қане хатты кім оқиды, бар ма? Қане кімге жаздың? Оқи қойдырайлар. Мен Едігеге хат жаздым. Сәлеметсіз бе Едіге аға, мен сіздің өмір жолыңызға қызыққан оқушылардың бірімін. Сіздің өміріңіздегі көптеген қиындықтарға мойымай төзімділік танытқаныңыз көптің қолынан келмейді. Едігенің ұлт үшін сол кездегі шындықты айтқаныңыз, ержүректігіңіз, қайсарлығыңыз көреміз. Соңына дейін жазушылықты тоқтатпай халықтың мұңын зарын айтқаныңыз. Сіздің осы жағынан қолдасам да, отбасыңызға келгенде салғырттық танытқаныңыз. Себебі ер азамат болғандықтан отбасыңызды асырау қажет деп білемін. Жақсы. Қандай бір жақсы түсін және кішкене осал түсінменен ұштастыра білген екен. Бұл бізде Едігеге жазылған. Едігеге жазғандар тағы бар ма? Бар ма? Сен де Едіге ма? Кімге жаздырған? Жақсы. Мен трилогия авторы Смағұл Елубай ағамызға жаздым. Сәлеметсіз бе Смағұл Елубай? Смағұл аға, өміріңізді қазақ халқының басынан өткен қасиеттерді зерттеуге арнаған қаламгерсіз. Алғашқы қаламыңыз 1932 жылғы аштықта қырылған халық туралы алғаш батыл мәселе көтеріп, қазақ әдебиетіндегі көлемді шығармаларыңыздың бірі Жалған дүние еді. Кеңестік кезеңде айтуға тыйым салынған тақырыпты қозғап, үлкен шығарма жазбақ түгілі ол тұста ашаршылық жайында ойлаудың өзі қорқынышты емес пе еді. Бірақ сіз Жалған дүние романы арқылы өзіңізді ұлт жанашыры, батыл жазушы ретінде таныттыңыз. Сіздің осы романыңыз арқылы біздерге, яғни жастарға ой салар оқиғалар кездесті. Жалпы қазақ халқының қалай қалыптасқаны, тарихы, тоқырау заманы оқиғаларын кейіпкерлермен ұштастыра, көркем әдеби тілде жеткіздіңіз. Біздер осы роман арқылы жаппай ашаршылық, елге төнген нәубет, асыра сілтеу, қазақы дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды. Журналист жазушы Едігенің жұбайы. Сәлеметсіз бе Маусымжан? Осы Жалған дүние романын оқи отырып, сіздің бойыңызда балажандық және отбасыңызды сүйгіштікті байқадым. Едігеге қаншалықты ауыр сөздерді айтсаңыз да, оның жанында соңына дейін болдыңыз. Барлық уайым қайғыңыз шын мәнінде балаларыңыздың болашағы үшін еді. Осы бір жалған дүние үшін қам жеп, сонша уайымға салындыңыз. Мүмкін сіздікі де дұрыс шығар. Сол бір қиын қыстау заманда барлығы да осылай күн көрген секілді. Алайда партияға жақ болам деп, өз отаныңызды сатып кеткен дұрыс емес. Сіздің жағдайыңызды толықтай түсінемін. Сіздің бар ойлағаныңыз тек балаларыңыздың қамы. Өз өміріңізді отбасыңызға арнаған жансыз. Маусымжанда қандай болды? Қандай болды? Дүниеге шамалы жақындау болды, бірақ біздің және оның дүниеге жақындығы емес, оның барлығы өзінің отбасын асырау үшін, солай ма? Баласын ары қарай жетілдіру үшін. Жақсы, дұрыс айтады. Күн көрістің қамы үшін. 1985 жылы роман. Яғни бұл роман негізінен 1985 жылы жазылып, жарыққа шығуы тиіс еді. Бірақ сол замандағы кеңес үкіметінің саясатының кесірінен романда ұлтшылдықтың символдары көптеп, ол романды жарыққа шапқызбады.
Ал бұл роман кейінірек тәуелсіздік алғаннан кейін жарық көрді. Дұрыс па? Өте тамаша. Келесі кім бар? Келесі. Диназға шығарыңызшы. Оқимыз. Қатыгез Ждақай. Бұл романда Ждақай осы ауыл тұрғындарына көп қатыгездік танытты, әсіресе Хансұлуға. Ол оның күйеуін шегені. Ждақай қайдан пайда болды? Қай жерден келді? Қайдан келді? Ұлы Отан соғысында жеңіл жараланып қайтып келеді, содан кейін барлық елдегі адамдарға қатыгездік танытады, солай ма? Ал енді өмір шындығында Ждақай болды ма? Ждақай сияқты адамдар шындықта кездесе ма тарихта? Ұлы Отан соғысы кезінде сондай қатыгездік танытқан адамдар желтоқсан көтерілісімен романда қандай байланыс бар? Кім желтоқсанға қатысқан бұл жерде? Кім кейіпкер? Едіге кейіпкер, желтоқсан оқиғасының құрбаны болған кейіпкер, солай ма? Романменен осы. Ал желтоқсан оқиғасы өмірде шындықта болды ма, болмады ма? Одан кімді білесің? Соның құрбаны болған қай кейіпкерді кімді білеміз? Желтоқсан оқиғасын Рысқұлбеков бар, Қайрат Рысқұлбеков. Жақсы, отыра ғой. 3 жас, 1982 жыл. Осы Смағұл Елубай автор, осы романның авторы 1982 жылы өзінің туысының Шолпан атаның үйінің қасына киіз үй тігіп 3 жас бойы осы романды жазған екен. Осы трилогияны жазған екен. Бұда халық жаулары белгіленген. Мысалға партияға шындықты жазған кейіпкерлер, мысалға Едігенің әке шешесі және де Хансұлудың күйеуі және де Едігенің автор мен Ақтөбеде қандай байланысы бар екен? Тыныш Автордың ата-анасы неге жыраған адамдар? Кеткендерді ата-бабасы ашаршылыққа ұшырап қайда көшеді? Ақтөбені байғанмен ауылынан арқылы Қарақалпақстанға екеуінің байланысы автор да осы ашаршылық кезінде осы трилогияда сол туралы сөз қозғайды. Яғни бұл жерде өзінің ата-анасы бұл жерде ашаршылықтың куәсі болды. Сол арқылы олар көшіп кетудің де себебі сол болды. Яғни шығармадағы ашаршылық жылында айтылған тұстарға тоқталасыңдар, міндетті түрде шығармадан да тоқталасың және өз ойыңнан тарихи шындықты сәйкестендіріп айтасыңдар. Қазір мен соған сәйкес суреттер беремін, сол суреттерді мағлұматын интернеттен қарап алып айта қойыңдар. Екінші бала халық жауы туралы, екінші топ халық жауы, яғни репрессияға ұшырағандар туралы менен сәйкестендіресіңдер. Қаншақты шындық сол. Үшінші топ желтоқсан оқиғасы менен тоқырау заманын мәтінмен үзінді міндетті түрде келтіреміз және шындықты интернеттен қарап жаза қоямыз. Балдар 7 минут уақыт береміз. Минутты өткізе береміз, балдар кезетеміз. Мынау бірінші топ жұмысын аяқтады, айтайын деп жатыр, сондықтан барлығымыз дискрипторге көз жібереміз де жұмысты тоқтатамыз. Енді саналмайды ештеңеде. Динас, кеттік, бастай ғой. Шығарма мазмұнынан көрініс таба ма? Смағұл Елубайдың жалған дүние романдағы ашаршылық. 1908 жылдың жазғы түр әлі көз алдында. Қарақалпақтың түсі әнеке құм арасында толықбек бетін сіреп қалады жатқан сейдейлер. Бұл күнді Хансұлу өлсе ұмытпас. бір түрлі нан үшін өз үйін білетін сүйген құм арасын тастап, сонау Амудария жағасына қонар деген қалаға қарай ұшқызды. Сірә екі дүниеде ұмыта алмас. Бұл шығармадан үзінділер екен. Ал сотқа берілген мәселе ашаршылық, яғни романдағы ашаршылық тамаштан немесе қандай да бір қателіктен емес қолдан жасалған ашаршылық. 1932 жылы Сталин кіші қазан ұйымдастырған ашаршылығы болды. Қолдан жасалған ашаршылық болды, иә?
азамат соғысынан кейін шаруашылық күйзелісінен кейін осы қолданылған ашық зардаптарынан әсіресе халықтар зардап шеккен, әсіресе балалар мен әйелдер. Егер де осы қолданылған ашық болмағанда қазақ халқының саны 60 миллионнан асар еді дейді. Және де бұл Голощекин геноцид деген атауға ие болды. Ашаршылықты біз Голощекин қалай деп атады? Геноцид деп аталды, иә? Жақсы. Жалпы осы қазақ елінде болған ашаршылыққа байланысты неше түрлі деректер кездеседі. Және де Голощекиннің тұрғын үйлер салудың орнына мал қоралар салды. Бұның себебі малды қорада ұстаса халық отаршылыққа үйренеді деп ойлады. Бірақ керісінше малдар арасында індет тарап, ол індет адамдарға жұғып неше түрлі аурулар пайда болды. Малдан тараған аурудың кесірінен де ашаршылықпен болса адамдар аурудан да қырылған екен. Ашаршылықтың басты салдары ол ашаршылық басты салдары ол төрт себебі бар. Біріншісі Голощекиннің идеологиялық саясаты, екіншісі ауа райының қолайсыздығы, үшіншісі өнімдердің экспорттық салдары, және де төртіншісі барлық өнімнің тартып алынуы. Және де осы ашаршылықтың осы салдары ол біріншісі 6,1 миллион адам қаза табады. Және де 1 миллионнан астам адам басқа жерлерге көшеді. 1 миллионнан астам адам өз қонысын тастап, қоныс аударады дейді. Жақсы, отырамын. Екінші топ шырабай. Келмей жатып, әкесі мен шешесі Бұлыш Мерген мен Балқия сұлу тағдыр топқа берілген тапсырма шығармадағы тоқырау жылдары жайында айтуға тұсына тоқталып, жылдан оқиғасы туралы ақиқатты айту. Ол біздің жалған дүние романында былай көрініс табады. Кітаптың үзінді. Едігенің үмітін бір жола үзіп тынды, маңдайы жіпсіп сала берді. Қолжазбаңыз туралы естіген, ол бір халық басына түскен қасіретті жылдар ғой. Оны айтып, мезгіл емес қой деді. Әрбір сөзі ерінен әрең үзіліп. Маңдайшаға қадалған хатшы қасын керіп, тағы үнсіз қалды. Әңгіме осымен біткен еді. Рахмет деп Едіге серпіліп орнынан тұра берді. Хатшы бұған жалпақ алақанын ұсынды. Едігенің күн-түн қатып 4-5 жыл жүріп жазған кітабының тағдыры осылай бірер минутта бір жоғата шешілді. 1960 жылғы жазылған романы былай көрініс табады. Хансұлтан малында талысып жатыр ұйықтап кетті. Түсінде студент болған бөбен айтып көрді. Сен екен дейді, қалай екен дейді. Тойма ойын сауық па әйтеуір қаланың қарақұрым жиналған. Бір алаңында салтанат өтіп жатыр. Шуылдасып ойын сауық тұрып жатқан өңше қалқандай жастар. Арасында бөбен айтып, өрімтал қыз бала қуылсаса жүгіріп, дөңгелене келді. Хансұлудың жүрегі жарылып қуанды. Орасаға, қызымның қатарға қосылғанын көретінде кім бар екен ғой, жаным айды кім құлыным ай, енді өліп кетсем де арманым бар. Ет бауыры еңсіп кетті Хансұлуды. Көзден аққан бақыттар омырауды. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Алаңда ойын сауық тұрып жатқан жастар салтанатын кенет бағанасы тасалған шықты. Солдаттан мелис самат. Әйтеуір бір қатар шоғыр қарулы топ әлгі жастар қарамын бақ-бақ дегендей қылды. Шетінен ұстап жатыр, қолдарын қайырып жатыр. Сүймелеп әкетіп жатыр. Бұл Хансұлудың түсіндегі Бөкенай қызының бастан кешкен, ол салтанатты кеште жүр деп ойласа, жоқ, шын мәнінде ұлт-азаттық көтеріліске жүргенін көріп жатыр. Жақсы. Көз алдында әнекей солдаттар қашқан жастарды қиғаш қуалап жүр. Хансұлу Бөкенайын ойлап иманы тас төбесіне шықты. Ойбай деп сарнады. Жаны қыдырап бебеулеп кетті. Сөйтсе Бөкенай алысып жұрттың арасына аңырап жан-жағына жалтақтап қарап тұрды. Бұл жаңағы Хансұлудың Бөкенайды көзінде көрген. Енді шындықпен тез. Шындықпен байланысты 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Мәскеудің шешіміне наразылық танытып, қазақ жастарының алаңға шығуы. Оған себеп қазақ компаниясы 24 жылы бойы басқарған Дінмұхамед Қонаевтың орнына Колбиннің тағайындалуы еді. Міне, осы Колбин деген орысты тағайындағандықтан біз үкімет басына осындай қазақтардың көтерілісі болды, е? Едіген жатыр. Оған байланыстырғаным сол Бұлыш пен Балқия, ол Едігенің ата-анасы еді. Олар сол құрбаны болып халық жауы ол құрбандыққа кетті, е? Өмірдің шындығында кімдер кетті? Өмірдің шындығында жалпы кім ата-анасы, автордың ата-анасы сөйтіп ашаршылықтан қоныс аударып кеткен болатын. Жаңа екінші топ айтқан шындықтың қайсы кезінде қалды? Кімдерді айтты?
халық жауының құрбаны деп. Кімді айтты? Жоқ, шындықта міне шындық, өмірдің шындығы. Мына жерге балдар едігенің әкесі Болышпен жазсам, Балқия мына жерге өмір шындығынан 5 арыз деп те сәйкестендірсең болды. Міне өмірдің шындығы осы, кейіпкер менен өмірдің шындығы қалай байланысып жатыр деп тұр мен. Түсіндің бе? Болды. Шамада халық жаулары да өмірде көрініс тапқан болады. Жақсы. Мен кейіпкерлер кассасына Маусымжанның өз балаларын орыс мектепке бергісі келгені туралы айттым. Қазіргі 2022 жылда да осы өмір шындығы бойынша да қазіргі таңда қазақ мектептеріне қарағанда орыс мектептері көп, және де қазақ ата-аналары өз балаларын орыс мектепке бергісі келеді. Бұл кімнің тағдыры еді бұл жерде? Жаңағы жазушы кім? Едіге мен Маусымжан бірінші класқа барар кезде баласын Маусымжан орыс мектебіне береді. Ал Едіге не бітеді? Неге? Мені жазушы, қазақ жазушының баласы қазақ мектебінде де оқу керек деп сонау жылдары айтып тұрған кезде біз қазір тәуелсіздігімізді алып алғанымызға 30 жыл болса да әлі күнге шейін қазақ жастары қазір шүлдірлеп орысша сөйлеп және әлі балаларын орыс мектебіне апарып жүр. Бұл ұлтшылдық, бұл отаншылдық деген қасиетке жатпайды. Кеудемізде отанымыздың тілімізді дарытамыз десек, қазірден бастап